Bölümшесі атағына шағын ауылда 70 шақты отбасы тұрады. Нарық деген тажалдың қыспағына түскенімізде бірер жылдың жүзі болды. Нарық жолы ұзақ жол болатынында өмірдің өзі көрсетіп отыр. Әсіресе ауылды тұралатып тұрған кезең. Халқымыз ұжымдасып еңбек етуде үйренгендіктен жекешелену басталғанда қояны адасқан тазыдай аңқиды қалды. Дегенмен қолда барды ұқсатып, ел болуға үйісіп, күнделікті тіршілік жасауға келіскен елдер де бар. Солардың бірі осы Қопай елді мекеніндегі қазіргі Далғай атындағы өндірістік кооперативі. Жұмылған жұртта жұта алмайды демекші, ауыл еңбеккерлері өнімнің әр түрін өндіріп, еңбектерінің нәтижесін барынша көріп отыр. Дос-жарандар шақырайсып көрісіп, жағанды жақсы тілектермен қарсы Ұлыстың ұлы күні кәрі жас құшақтасып көріскен, жаңа қан қозыдай жамырасып өріскен дегендей ауыл адамдары қуанышты мереке үстінде. Әз болмай жаз болмайды, жаз болмай ел мәз болмайды демекші, табиғаттың да түрленіп ерекше құлпырып тұрған кезі. Ата-бабамыз табиғатты да аялы алақанымен қамқорлық жасап отырған. Жер ананың төсін түлету еңбеккерлердің елшісі. Қазірдің өзінде егін жұмысы аяқталып қалды. Араздық несібеміз мол болсын ағайын. Сәлем бердік елімнің үлкен жасы, ұлы той бүгін бізде, көптен күткен халқымның ықыласы. Хош келдіңіз асқар таудай бабалар, қолдар ашық ақжаулықты аналар, кішіпейіл інілер мен болашағы өмірдің жас өспірім балалар. Және дағы келіп жатқан алыстан, құрметті де қадірменді қонақтар. Елімнің сан алуан шексіз жері, тамаша табиғаты самал желі, шаттаныңыз қалайық қуанышқа, қос тойың бүгін бізге қатар келді. Дәстүрді ортаға сап салт сананы, тойламақ наурыз тойын, жеңіс күнін Қопай елі. Жыл сайын тойлансыншы мәңгі бақи, тойыңыз тойға алассын қазақ елі. Тойшы қауым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, және бәріңізге де ортақ болсын. Осы той біздің ашылу құрметіне Дауғарин атындағы өндіріс кооперативінің бас төрағасы Қазағымбет Уақит ағамызды ортаға шақырамыз. Былтырғыдай ақ көбейсін, елімізде ертегідей шақ көбейсін. Дәл осындай мерекеде қонақтар көп жиналса, оның өзі басқа қонған бақ дегейсің дегелі. Кеңгияқ елді мекенінен, көршілес ауылымыздан келіп жатқан қонақ ағаларымыз бар. Қол соғып қошеметпен ортаға шақырамыз. Шуаршай округі әкімі Күзембаева Жанжарық ағай, аңғыду мекемесінен Қаражанов Мырзағали ағай, Құмсай елді мекенінің жібекті жауапкершілігі шектеулі серіктестік төрағасы Ерназар Василий ағай, қош келдіңіздер. Келесі кезекті осы ағаларымызға береміз. Ал енді құрметті қопалықтар, ауылдастар, мына келіп атқан қонақтар, барлығыңа да бүгінгі мынау 55 жылдық жеңіс күндерің құтты болсын, денсаулықтарың зор болсын, бала-шағаларыңда аманшылық болсын. Ал енді біздің бүгінгі мына бас қосып атқан мерекеміздің себептері өздерің білесіздер, жылда өтетін наурыз тойымыз, және мына 53 жылдық, одан кейін
Сабан тойымыз осы бір жеті болып егісімізді аяқтадық. Азды көпті сол егісіміздің игіліктерін көріңіздер, берекелі болсын, шашылы болсын. Сау болыңыздар бәріңіздер. Қатысқан үлкен ақсақалымыз бар, мына Жексенбай атамыз. Сол кісіні ортаға шақырамыз, соған өзіміздің мына кооператив атынан азды көпті сыйлығымызды табыс етуіңізді рұқсат етіңіздер. Енді өздері білесіздер, осы кісі аяғы осыдан 55 жыл елімізді қорғауға аттанған ақсақалдардан ауылымызда қалған жалғыз ақсақалымыз осы. Енді бұл кісіге біздің кооперативіміздің атынан бір шапанымыз бар. Жауып атқан. Аз да болса көпке көріп қабыл алыңыздар. Құрметті ауылдастар, бүгінгі Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Ал Жексенбай ата, бүгін сіздің жеңісіңіздің 55 жылдығы құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Осы әрқашанда ортамызда әлі де талай кездесе берейік. Денсаулығыңыз мықты болып, осы ауылымыз басшысы болып жүре берейік. Сізге зор денсаулық тілеймін. Біздің Мұхтар Әуезов атындағы орталық мектептің коллективі атынан сізге шамалы сыйлығымды тапсыруға рұқсат етіңіз. Қалайық жерлестер, мынау Кеңқияқ өңіріндегі осы Қопа елді мекені өзі бір басқа елді мекендерге қарағанда ерекше жер. Себебі жылма-жыл осы жер аяғы кеңіген кезде мынау Наурыз мейрамын тойлап, елдің еңсесін көтеріп, халықтың көңілін көтеріп, жұмысқа деген, өмірге деген өзі бір жігерді құштарға ие қылады. Міне бүгінгі мынау Дауғарин атындағы кооператив ұжымы бастап жасап отырған той, бұл әрі Наурыз мейрамына арналған той, әрі кеше ғана азғантай елдің ырысы деп сепкен сабан той, егінге арналған той. Бұл той сол сияқты мынау мейрамдардың ішіндегі ең бір шоқтығы биік тұрған мейрам. Бұл ұлы отан соғысындағы жеңіске 55 жыл толуына байланысты жасалып отқан той. Міне осы тойларыңыз барлығыңызға да құтты болсын, тойларыңыз тойға ұлассын демекпін. Мынау бұл қопалықтардың жасап отқан тойы 21-ші ғасырдағы мынау 21-ші ғасыр келгелі, мынау 3-ші мыңжылдық басталғалы алғашқы бір үлкен той. Әр уақытта елдеріңізден, ауылдарыңыздан той арылмасын деймін. Келіп отырған мынау Наурыз мейрамы жыл басы барлығыңызға құтты болсын. Жыл молшылығын ала келсін, денсаулығын ала келсін, халқымызға бақытын ала келсін, молшылығын ала келсін, бірлігін ала келсін деп барлық жақсылықтың бәрін осы сіздерге тілегім келіп тұр. Құрметті ағайындар, енді мынау ертең біздер үлкен бір мейрамды атап өткелі отырмыз. Бұл жаңа айтып кеттім, ұлы жеңіске 55 жыл толып отыр. Қазір республикамыздың түкпір-түкпірінде бұл жеңіске арналған мейрамдар тойланып жатыр. Өздеріңіз теледидардан, мынау газеттен оқып жатсыз, теледидардан көріп жатсыз. Соның бірі осы жақында біздің ауданда да өтті, аудан орталығында. Кеше алдыңғы күні осы біздің Шұбарши поселкелік округі атынан 11 ардагеріміз сол жиналысқа қатысып қайтты. Сол сияқты 2 ардагеріміз, мынау Көздібаев Тілеужан деген және Шыбылаев Қожаш деген 2 ардагеріміз бүгін Ақтөбе қаласында жүр. Сол жердегі жиналысқа қатысады. Ертең сонда болады ол кісілер. Жалпы біздің Шұбарши поселкелік округі бойынша қазір 29 ардагеріміз бар. Міне ардагерлеріміздің саны азайып та келатыр, өздеріңіз білесіздер. Осыдан мынау 2-3 жыл бұрын біздерде 80-нің үстінде ардагер болған. Қазір міне 29-ы қалып отыр. Бұл әрине табиғаттың заңы. Бұған біздіңіз енді әліміз келмейді, бірақ та бүгінгі күні біздің қалған мынау ардагерлерімізді құрметтеп, дәстүрлеп, осы отыруымыз біздің міндетіміз. Мынау жастарымыздың
Сол себепті мынау сіздің елді мекеніңізде тұрып жатқан біздің бір үлкен ардагеріміз мына Дәрібаев Жексенбай ағамыз. Міне осы кісіні ертеңгі біздер үлкен Кеңгияқ поселкесінде өтетін тойымызға шақырған болатынбыз. Ол кісі ертең келе жатар, алайда бүгін мынау өзінің жерлестерінің алдында маған тапсырылған тапсырма бар еді аудан әкіматынан, соны орындауға қазір рұқсат етіңіздер. Қадірменді Дәрібаев Жексенбай, оны мен айтып тұрған жоқпын, президент айтып тұр, Назарбаевтың жіберген хаты. Тәуелсіз Қазақстанның және бүкіл ТМД елдердің мерекесі ұлы отан соғысындағы жеңісіміздің 55 жылдығына орай шын жүректен жолдаған құттықтауымды қабыл алыңыз. Сіздің және сіздердің ұрпақтың ұрыс даласы мен еңбек майданындағы ерлігінің ұлылығы халық жадынан ешқашан өшпек емес. Барлық ауыр сындардан сіздер абырой мен жеңіспен өттіңіздер. Сіздерге біз өмір бойы қарыздармыз. Сізге және сіздің туған туысқандарыңызға зор денсаулық, игілік пен бақыт тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазір тағы бір-бірлеп тапсыра берем енді. Так, стоп, отыра беріңіз. Қазір. Құрметті Дәрібаев Жексенбай, мерекеленуі ғасырлар тоғысымен тұспа-тұс келіп отырған ұлы жеңістің 55 жылдығына орай шын жүректен құттықтауымды қабыл алыңыз. Сіздің майдандағы ерлігіңіз бен одан кейінгі атқарған ерен еңбегіңіз егемен еліміздің бүгінгі ұрпағына үлгі өнеге. Осынау айтулы мереке күні сізге мықты денсаулық, бақыт, отбасыңызға, ұрпақтарыңызға ырыс береке тілеймін. Құрметпен Ақтөбе облысының әкімі Аслан Мусин. Құрметті Дәрібаев Жексенбай, аудан әкімшілігі мен аудандық мәслихат атынан, жалпы аудан тұрғындары атынан сізді ұлы жеңістің 55 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Адамзат тарихындағы ең бір жойқан қантөгісте өзіңіз қатарында шайқасқан Совет армиясы мен Советтер одағы темірдей тәртіппен ауызбіршіліктің, асқан табандылық пен ерен еңбектің арқасында жауды талқандап, Европаны фашизмнен азат етті. Сізбен қатар соғысып елге оралмағандар мен соғыстан кейін қайтыс болған арыстардың, төккен қандарыңыз бен көрген бейнеттеріңіз зая кеткен жоқ. Сіздердің ерліктеріңіз ұрпақтан ұрпаққа беріліп, қажет болса тәуелсіз Қазақстан Республикасын қолға қару алып қорғауға да үлгі болмақ. Бүгінгідей мерейтой үстінде сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңызға амандық, береке, бірлік, елге тыныштық тілейміз. Темір ауданының әкімі Ақат Мырзалин, аудандық мәслихат хатшысы Жаңабергенова, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қангерей Дүйсенбаев. Сол сияқты Дәрібаев Жексенбай 1941-45 жылдардағы ұлы отан соғысындағы жеңістің 55 жылдығы құрметіне 1941-45 жылдардағы соғыс ардагері деген белгі тапсырылады. Сол белгіні тапсыруға рұқсат етіңіздер. Мынау белгінің қағазы, мынауды қазір тапсырып береміз. Сол сияқты Қазақстан Республикасы президенті атынан сағат тапсырылып отыр. Соны тапсыруға рұқсат етіңіз. Мынандай сағат
участников Великой Отечественной войны дейді, артында Қазақстан президенті беріп отқан. Алтын. Ол сағат. Қазір мына балдар емес қазір. Сол сияқты мынау ана немерелеріне, шөберелеріне хат жазған кездегі жаңағы бесплатный конверт дейді, міне сондай арасына салып деген соны жасайын. Сол сияқты жаңағы аудан әкімшілігі атынан 5000 теңге сыйлық. Ал енді мен де поселка әкімшілігі атынан мынау біздің ағамыз Дәрібаев Жексенбайға әлде зор денсаулық тілеймін, ұзақ жас тілеймін әлде. Мынау немерелердің, шөберелердің қызығын көріп, алдымызда ақыл кеңесін айтып жүре берсін деймін. Құтты болсын мейрамыңыз. Қазір сөз құтты болсын. Мынау жыл басы Наурыз мерекесі, май мерекесі, 1 май. Және мынау егінді аяқтап атсыздар, саман тойларың. Және де болса мынау ұлыстың ұлы жеңіске 55 жылдық мереке. Осының барлығына да осы Кеңкияқ мұнай газ өндіру басқарма әкімшілігі мен кәсіподақ ұйымының атынан сіздерге құттықтауға рұқсат етіңіздер. Тойларыңыз әр уақытта тойға жалғассын, ауызбіршіліктерің әр уақыттан мол болсын. Мынау ниеттеріңіздің өте жақсы ақ екендігін Құдайдың өзі де көрсетіп тұр. Күннің шапағаты түсіп, бүгін қандай жақсы күн. Мінекей осылай ауылдарында, елдерінде той бола берсін. Ал мынау енді ортамыздағы ұлы соғысты көріп келген ақсақал қарттарымыз орталарымызда жүре берсін, сізге қуат бере берсін. Арттарыңыздан ерген мынау жеткіншектер сіздердің көрген қиындықтарыңызды, сіздердің көрген соғыстарыңызды еш уақытта көрмейтін болсын. Тек кітаптан оқып, телевизордан көріп, қана тарихта қалатын болсын. Келешекте жақсылық, тыныштық болсын. Сосын мынау мұнай газ өндіру басқарма әкімшілігі мен кәсіподақ ұйымы атынан сізге 10.000 теңге сыйлығымыз бар әкеліп отырған. Соны қабыл алыңыз. Ал құрметті жерлестер, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Рұқсат болса біз мына сыйлығымызды мына атамызға кигізейік. Ата, тұра тұрыңыз. Деген бар батаменен ер көгерер, нөсерлеп жаңбыр жауса жер көгерер. Келесі сөз кезегі атамызға, бәріңізге ақ ниетпен бата берер деп, келесі сөз кезегін атамызға ұсынғалы отырмыз. Батасын қабыл алайық. Бата беріңіз. Сағатта тұрыңыз, ұстап тұрыңыз. Осында тойға қатысып отырған Наурыз мейрамы құтты болсын. Жастарың, бала-шағаларың ұзақ болсын. Мен де сол жаңа жаманшардың біреуі болып аталып отыр. Осыларда батардың көзінше өздерің көріп отырған пысыға еңбегіме ағамды алып отырмын. Оған үкіметіме, өзім бастықтарыма барлығына рахметімді айтамын. Сонымен аман болып, сау болып келешекте болсын. Батаңды бер аға, батаңды. Батарға.
Ya Allah oğlasın, Allah batasın, makkarasın, kıvırdarsın, elhamdülillah, elhamdülillah, bereketli, bereketli, ve müdessarında koça olup çağırsınlar. Allah. Men toyimizni aşayık degeli